достым. Ұятылып қалдым ба фифадан? Так, кеттік. Давай, кел. Ассалаумағалейкум достар, сіздер бірге Мәлібеш, мен қасымда. Бір сәлем достар, сіздер бірге Марго. Сендер білетіндей біз деген өзіміздің қаламызда емеспіз, және де біз деген ана дәуемді сатып тастадық. Өйткені ол үйге көп деген не дейді, суға, сондай ақшаларға көп деген ақша төлеу керек. Сол үшін біз сол үйді сатып тастап, одан да шамалы кішілеу үй алдық. Иә достар. Бірақ ол деген бізде Алексстің, яғни оны шын аты бізде Әбіл деген, он Алекс деген просто Алекске ұқсап кеткенде, сол үшін біз соны Алекс дейміз. Негізінен оның аты Әбіл. Соны қаласына келдік, бірақ ол деген ата-анасына қалаға кетіп қалған. Біз оған келсек, және біз міне жақта деген видео шықпағанда, біз қалада тұрғанда осындай бір үй жасаған, яғни серия осындай үй жасаған біз үйімізден бірдей. Және бұл ауылда деген еш нәрсе жоқ болатын, ал қазір бұл ауылда өте көп заттар шығыпты. Школа шыққан ба, садик шыққан, әйтеуір бізде Марго екеуміз осы ауылда тұрдық баяғыда, мектеп оқитын кезімізде. Сол кезде алыста еді школа айтшы бізге. Қазірде школаның басынан жасапты еш? Бірақ ол школа деген бар ғой, алыста заброшка болып қалған. Яғни де біз деген келесі серияда, осы бүгін шығады деп ойлаймын, бұйырса сол Әбілді күтетін боламыз. Мен просто барлығы білетін шығарсыздар, Маргоның шын аты Мансур, менің шын атым Әлібек. Біз өткені оның бәрін айтып тастадық. Вот енді Әбіл, оның шын аты Әбіл, енді Майнкрафттағы да аты Әбіл. Екі аты да бірдей, Майнкрафттағы да. Осы біз деген қазір деген Алекске звондаймыз, соған сөтпе жасаймыз, айтамыз қалайсың деп, өтір қаладағыдай боламыз да. Және де бұл қалаға тек школа емес, көп деген заттар жасап тастаған. Садик па, не керек, полиция ма, пожарный ма, 2 полициям бар, Бол, видеоны сықпай бастайық. Жүр кеттік, Марго. Қалтаңның соттың түсіп қалыпты ғой. Ойбей. Білмеппін. Айтпаш, звондай кімге? Алло? Алекс. Что-то алмай тұр, прикинь. И пофиг. Давай кеттік. Что-то алмай тұр ғой. Алексің бөлмесі қайсысы болады? Оның бөлмесі мынау бол танысып ал. Достар, бізде жаңадан 2 қатысушы, яғни ютуберлер шықты. Олардың аты, біреуінің аты Нұржанчик, әйді Мержанчик. Олар аға інілі, яғни көріп тұрғаныңыздай аға інілі болып саналады. Бірақ 3-ші этажда дында жоқ. Біз деген мынау үйдің ішін өзіміз жасадық, яғни 1-ші этаж толық жасалды. Көріп тұрғандарыңыздай. Так. Енді кеттік далаға. Ойбей, жаңбыр жоқ бітті ғой. Тоқтатып жіберейік жаңбырды. Так. Достар, бізде біздер деген мод пен шейдер қосылған болатын. Шейдер. Яғни шейдер дегенде менде күн жоқ что-то. Айтпақшы. Күн бар, не тұр. Айтпақшы деген не бар ғой? Не? Бұл аты кім еді? Атымыз қалып тұрмын. Осы жақта дұшан досымыз тұратын еді, сол үйі қайды. Яқта Асқарик тұратын еді, Асқарик тұратын еді. Қазір сонымен видео түсірген кезінде миымды ашып жіберді ғой. Қарадым менді. Миымды ашқанын көрдің бе? Дауысын айтпай қойын оны. Күлкім күліп кетті. Мынау серийде тұратын еді ол, мынау серийде. Қазір көшіп кетті олар. Так. Маргум, кеттік жүр. Асқарикіне қарап шығайық ол. Үйкі тақылдаймыз ба?
Не, даже кухня дейді ба анау? Ей, сол қалпында қалып қалған ғой үйі. А? Сол қалпында қалыпты ғой. Құтаға қандай ғой үйде 2 бөлмелік баяғы. Солға. Чырдағың қай қандай екен? Мә. Чырдағы да құта қандай екен? Мә. Біздің үйді қарағанда. Есінде ма? Ешқашан ютубер болмаймын деп еді ғой. Қазір ютубты деген дамытып қоятқан шығар ол да. Айтпақшы ол Free Fire түсіреді. кеткен жоқ па? Сап кеткен сияқты. Не. Алдында маған қонаққа келіп едік. Сосын көрмедік қой. Вообще ол қалаға деген көшіп кетті деп еді ғой. Не. Кеттік мазыр осы қалада машинамен жүрек. Қазір видеоны түсіріп тұрайық. Мына кімнің үйі емес па? Әбіл Мансұр осы. Әбіл Мансұр үнемі есігін жаппайды. Неге? Мына жерде оның Автоматтан реактор кетті. Автоматты оқықтары ма? Не? Қазір көтір. Үйін іші. Бат. Үйін ішін модты алып тастаған ба үйін ішінде? Есіктер. Ваннаның есігін жаппай ма? Мияқта бөлмесі тұр. Бат. Баяғы сол кімнің үйі ғой? Бірақ Әбіл Мансұрды бізден күшті. Неге мен сенің атында айтып кете берем, Әбіл дегенде. Короче, Әбіл деген сенің жан досың болып еді ғой. Қытай келді дейсінде қырлап бірінші қанатып күле. Еще деген мен ең үлкен олам ба? Барлығы менен қорқамын сосын бач. Мен сен келімді бірінші көрсе кетіп бардықта алдында үстен келімді секіргенімді айтсын. Сол, тек класстастарымызбен бәріміз үлкен болып жүртке түскенімізға есінде ме? Сол кезде бойым құта қандай болғанын білесің бе? Қазір деген. Өзімен ұрынып жүрдің ғой. Әркімді ұрып. Өткен сен ағам бар ғой, Кришан бар ғой аған. Олсын өзімен ұрынып жүрдім. Мен ең үлкен олдым, ешкімнен қорықпадым. Ағам бірақ маған бір нәрсенің көңіл түсе алмады ғой. Бірақ достар айтпақшы деген бар ғой, біздің баяғы мектепте елестер бар ғой. Бірақ ол анау алыста болған. Атпен баратын едік, есімде бар еді. Осын бір Жигули деген машина болып еді. Ол машина әлі болады. Ол машина Әбілдің үйінде болатын еді ғой. Қазір жоқ қой. Мен айтсам мотоциклін алып келетін. Мен атпен келем ғой, великпен келем, атпен келем. Мен айтсам, ол мотоциклін доңғалақ жарылып қалды. Мен великпен келем біресе, мотоциклін доңғалақ жарылып қалады. Сол кезде деген күшті болды ғой. Мына зомбині есеп тұр. Біздің ондай солдаттар көп та ше, ондай. Әлгі армян адамдары ғой. Қалайсыңдар? Істеп жүр ме армян адамдары бір-біріне тиісіп. Анау зомби ғой. Біз креативта жоқ. Армян адам бұған түспе қайық. Дауысын көрдім бе? Бач қой. Так. Неге барек? Достарымызбен нестейік, қоштасайық. Достар, енді бұл серияның да болмағанын біліп тұрық. Мансұр не Марго? Машинаны қалаға қойып кеткенсің. Так, достар, сау болыңыздар, келесі кездескенше. Хай!